Жаңа Түркістан, жаңа Қазақстанның келбеті. Түрк әлемінің рухани астанасына айналған Түркістан қаласының халқы шаһардың мерекесін кеңінен тойлады. Мерекелік шараны ұйымдастырған мәдениет үйінің өнерпаздары қала қонақтары мен тұрғындарына ерекше көңілге сыйлады. Осы жиында үздіктер марапатталып, қошеметке бөленді. Рухани астанамыздың қала күні мерекесі қалай өтті? Салтанатты шара жайлы алдағы бейнесюжетте. Түркістандағы Фараб кітапханасында қала күніне арналған мерекелік жиында ақ жаулықты әжелер ауылдың алтауызынан ән айтып келген қонақтарға ұлттық тағамдарды ұсынды. Кереметте мынау ұлттық дәстүрлерімізді сақтаған күйде міне хор Түркістан әжелері деген хор түзгенбіз. Мына бүгінгі біздің іс-шараға шақырған екен. Мен осы қала күнін дайындаған мәдени салаға өте үлкен керемет үлкен алғысымды айтамын. Себебі мына яссауи мұраларын, мына қолөнер бұйымдарының көрмесін көріп, мына кітаптардың көрмесін көріп, яссауидің және мына киелі қасиетті Түркістандағы бізде өте керемет бір рухани жаңғыру болып отыр. Осы рухани жаңғырудың мына қала күнінде барлығын көріп тұрғанымнан өте өзімді бақытты санаймын. Мерекелік шарада қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылды. Онда шеберлер мен ұсталар өздерінің қолдарына шыққан төл туындыларын көрсетті. Қала күніне байланысты іс-шараға біз арнайы осындай көрме жасап, өз қолымызбен жасаған қолөнер бұйымдарын алып келдік. Қолөнер бұйымдары енді халыққа, елге, өнеге, әзіргі жастарға өнеге ғой деп білем. Түркістан қаласы қазір күннен күнге көркейіп келеді. Түрлене берсін, өркендей берсін дегім келеді. Жастарымыз өнерлі болсын, өсе берсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, елімізде тыныштық болсын. Халық театры сахналаған Яссы шаһары қойылымы салтанатты шараның шымылдығын түрді. Онда көне шаһардың таңғажайып тарихы бейнеленген. Түркістанның тарихы мен жаңарған Түркістанның келбетіне арналған бейнефильм көрсетілді. Осыдан 4 жыл бұрын Түркістан қаласы облыс мәртебесін алды. Бірінші кезде осы қаламызға келіп жатқан қонақтардың бәрі таңғалды. Қаламыз осы кішкентай қала қалай облыс орталығы болады деп. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан қонақтар өздерінің облыс орталықтарымен салыстыра мүмкін. Түркістан қаласы кішкентай қала қалай облыс орталығы болады дегендей. Қазір 4 жыл өте қарасаңыздар, кез келген облыс орталығынан кем емес, кейбір облыс орталықтан артық десекте болады. Енді жылдан жылға күннен күнге қаламыз көркейіп келе жатыр. Осы жиында қаланың дамуына белсенді үлес қосқан бірқатар азаматтар қала әкімінің құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Олардың ішінде түрлі саланың үздіктері бар. Жол құрылысын жүргізушіден бастап, мұғалім, әскери құрылым қызметкерлерінен өзге мәдениет майталмандары да қала әкімінің алғыс хатына ие болды. Қала әкімдігінің бастамасымен, Түркістан қалалық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен қала күні мерекесін тойлаудамыз. Жыл көлемінен бері қаншама мәдени іс-шаралар ұйымдастырылып келе жатыр. Соның барлығының басы-қасында осы Түркістан қалалық мәдениет үйі атсалысып келеміз. Бүгін міне осы мерекеге орай марапат ұсынып жатыр. Ол әрине біздің еңбегіміздің еленгені деп білеміз. Біздің Түркістанымыз күннен күнге жайнап, көркейіп, өсіп, өніп келе жатыр. Алдағы уақытта да нұрланып, гүлденіп, осылай дами беруіне шын жүректен тілектеспін. Мереке тағы да баршаңызға құтты болсын. Қала күні мерекесінде елімізге танымал әнші Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жұбаныш Жексенұлы әнімен шашу шашып көпшіліктің қошеметіне бөленді. Түркістан тұрғындарын қала күні мерекесімен құттықтады. Қаламыз күннен күнге әдемі танымастай болып өзгеріп керемет жайнап бара жатыр. Оған біз іштей бәрібір қуанып жүреміз. Өте қуаныштымыз. Мерекеге жалғаса берсін. Қала күні құтты болсын. Қаншама ғасырлық тарихы бар Түркістан енді алға қарай соншама ғасыр, одан да ұзақ уақыттар сондай елдің игілігінде, елдің есінде, елдің мақтанышы болатын үлкен сондай құдіретті қала болсын деп тілеймін. Мерекелік кеште керуен сазы этно-фольклорлық ансамблі күмбірлеген күйден шашу шашты. Би Сұлтан би ансамблінің орындауындағы Алтын адам және Достық биі көрермен көңілінен жол тапты. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, Әділет ақпарат, Түркістаннан.